Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге Айжан, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен нутелла пирожныйының рецептісімен бөлісейін деп шештім. Ең алдымен шоколадный кремімізді дайындаймыз. Ысып тұрған сливкимізді шоколадымызға құямыз. Шоколадты міндетті түрде тазасын қолданыңыздар. Сикау, калибау секілді. Және осы шоколадымызға нутелламызды қосып, және творожный сырымызды салып, бәрі біріккенге дейін блендермен еземіз. Міндетті түрде блендермен езуіміз керек. Блендермен барлығын жақсылап езіп, біріктіріп алған соң, бетін пленкамен жабамыз. В контакт, яғни бетіне пленкамызды, яғни массамызға пленкамызды тигізіп, ауа қалдырмай, артық ауа кіргізбей, осылай бетін жабамыз. Стабилизацияға бір түнге немесе кемі 4-5 сағатқа холодильникке жібереміз. Бисквитімізге кірісеміз. Жұмыртқамыздың ақ уызы мен сары уызын осылай бөліп аламыз. Ақ уызымызды салған ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек, және миксердің насадкасы де құрғақ болу керек. Біз енді меренге жасайтын боламыз. Миксерді қосамыз, көпіргенге дейін миксерлейміз. Көпіре бастаған кезде қантымызды жәймендеп салып отырып, аппақ меренге болғанға дейін миксерлеп аламыз. Меренгамыз дайын болғанға дейін сары уызымыздан массамызды дайындайтын боламыз. Мына жерде менде сары уыз. Осы сары уызымызға сүтімізді, сұйық май және нутелланы салып, бәрі біріккенге дейін міндетті түрде блендермен еземіз. Массамызға какаомызды саламыз және кипятогымызды құйып, бәрі біріккенге дейін блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Міне біздің меренгамыз дайын. Ақ уызымыз міне осылай 3-4 есеге дейін көтеріліп, аппақ болып миксерленді. Келесі осы екі массамызды біріктіріп аламыз. Лопатканың көмегімен немесе венчикпен араластырсаңыздар болады. Ең бастысы массамызды басып алмай, барлығы біріккенге дейін астынан үстіне қарай жақсылап контроль жасап, біріктіріп, араластырып аламыз. Келесі ұнымызды саламыз. Ұнымызға қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді салып, бір араластырып жібереміз де массамызға салып, массамызды басып алмай, лопатканың көмегімен немесе венчикпен де араластыруға болады. Лопаткамызды астынан үстіне қарай жақсылап, ұнымыз түбіне тұнып қалмасын, соны қадағалап отырып, бір келкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Бисквитін пісіретін формамызды дайындаймыз. Осындай тікбұрышты формамызға фольгамызды төсеп, 170 градуста қысып тұрған пеште асты үсті режимінде шамамен 35-40 минут бисквитімізді пісіріп аламыз. Кремін дайындауға кірісеміз. Мына жерде менде творожный сыр және қантым бар. Екеуі біріккенге дейін миксерлейміз. Сливкемізді құямыз. 33-35% сливки болғаны дұрыс. Менде сәл қоюлау екен сливкеміз. Және бәрі крем болғанға дейін миксермен миксерлейміз. Келесі шоколадный кремімізді дайындаймыз. Алдында дайындап алған ганашымызды бірденен жаңағы миксердің насадкасымен миксерлейтін боламыз. Бисквитіміз піскен соң толығымен суытып аламыз және формасынан ажыратып, міне осылай шапочкасын алып тастаймыз кесіп. Бұл шапочкасы бізге әлі керек болады. Сонымен бисквитімізді теңде екі бөлікке бөліп аламыз. Міне бізде осындай шифоновый, өте жұмсақ, нәзік бисквит шығады. Енді осы пирожныйымызды сборкасына кірісеміз. Бірінші бисквитімізді қоямыз, үстіне формамызды осылай кигіземіз. Және кремдерімізді жағып шығамыз.
Кремдерімізді екі мешочекке құйып алдық. Міне енді бисквитімізге сығып шығамыз. Ең алдымен бұрышынан бастаймыз. Арасын қалдырып отырамыз. Арасына шоколадный кремімізді жағып, чередовать етіп жағып шығамыз. Келесі екінші бисквитімізді үстіне оса жайғастырамыз. Тегіс бетін үстіне қаратамыз және үстінен жақсылап басып жібереміз. Міне бізде крем қалады. Осы қалған кремімізді теп-тегіс етіп жағып шығамыз және бір түнге немесе кемі 5-6 сағатқа холодильникке жібереміз. Бисквитіміздің үстіңгі бөлігі, яғни шапочкасын осылай кесіп алған болатын. Сол кесіп алған шапочкамыздың бисквитін блендермен жақсылап езіп аламыз дағыны. Осылай пирожныйымыздың үстіне сеуіп шығамыз. Сонымен біздің пирожныйымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып өтіңіздер. Лайк басып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Міне біздің пирожныйымыз осындай болып шығады. Өте дәмді пирожныйлардың бірі. Міне. Өте дәмді, өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер.